Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен профитроли немесе эклері дайындаймыз. Ең бірінші заварной крем дайындап аламыз. Сүтке жұмыртқа, қант, тұз және крахмалды қосып, отқа қойып араластырамыз. Осылай қоюлану керек. Біраз қоюланғаннан кейін дайын болған кремімізді таза ыдысқа құйып аламыз. Крем суығаннан кейін оған ванильный сахар қосып араластырамыз. Және бетін жауып, тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қоямыз. Менің кремім тоңазытқышта 3 сағаттай тұрды. Енді профитролидің тестасын дайындаймыз. Ол үшін суға майды және кішкене тұз қосып, отқа қоямыз. Май осылай ерігеннен кейін оған ұнды қосып, тез-тез араластырып қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды таза ыдысқа салып, суытып қоямыз. Суыған қамырымызға бір-бірден жұмыртқа қосып араластырамыз. Бұл жерде миксермен емес, қолмен араластырған өте ыңғайлы болады. Сондықтан осындай лопаткамен араластырсаңыздар болады. Екінші жұмыртқаны жарып араластырамыз тағы да. Үшінші жұмыртқамызды салып, тағы да араластырамыз. Төртінші жұмыртқаны мен бөлек ыдыста жарып араластырып алатын боламын, себебі жұмыртқа көп болып кетуге де болмайды. Осылай алдымен жарты бөлігін қосып араластырып аламын. Менің қамырым әлі де қою болды, сондықтан екінші жартысында қосып араластырдым. Көріп тұрғандарыңыздай қамыр әлі де қою болып тұр. Сол үшін тағы бір жұмыртқаны, яғни менде бұл 5-ші жұмыртқаны бөлек ыдыста салып араластырып, және бөлік-бөлікпен құямын. Неге бөліп-бөліп құямын? Себебі алдын айтып өткенімдей қамыр өте сұйық болып кетпеу керек. Бізде көріп тұрғанымыздай әлі қамыр қою. Мен 5-ші жұмыртқаның 2-ші жартысында толығымен құйып жібердім. Соның өзінде әлі қою болып тұрды. Қамыр әлі қою, сол үшін 6-ші жұмыртқаны аламыз. Оны бөлек ыдыста ұрып алып, бөлік-бөлікпен құямыз. Менде жұмыртқалар кішкентай болғандықтан 6 жұмыртқа кетті. Сіздерде ол 4 немесе 5 кетуі мүмкін, үлкендеу жұмыртқа болса. Қамырымыздың дайын болған білу үшін ортасына осындай сызық жүргіземіз. Сол кезде бөлінген қамыр бір-біріне ақырын ғана жақындау керек. Дайын болған қамырымызды осылай кондитерский мешокқа салып аламыз. Және қалауымызша формалар шығарып, қызып тұрған пеште 200 градуста 25 минутта пісіріп аламыз. Араларына кішкене орын қалдыру керек, себебі піскен кезде олар 2-3 есе үлкейеді. Енді кремімізді толығымен бітіреміз. Ол үшін бөлме температурасындағы майды миксерлеп аламыз. Оған біздің дайындап қойған заварной кремімізді қосып араластырамыз.
Мен бүгін шоколадный крем болғанын қаладым, сол үшін шоколадный паста қосып тағы да араластырдым. Крем дайын. Дайын кремімізді осылай кондитерский мешокқа салып аламыз және әрқайсысын жеке-жеке осылай ішіне заварной крем салып, үстіне шоколад жағып, өз қалауымызша әрлейміз. Бетіне жағатын ганаштың рецепті менің каналымда бар. Видеоның астына сілтемесін қалдыратын боламын, қарап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргеніңізге рахмет және жасап көріңіздер, өте дәмді шығады.